Армысыздар, құрметті футбол жанкерлері. Aslanдар абай! Ай! Арзун! Аурелия! Зайт! Рома! Қалысы? Екінші таймда қазір ойын өзгереді. Қазір перерывта переустановка жасайды. Карповичқа сенеміз. Армысыздар, құрметті футбол жанкерлері. 23-ші тур ойындар, орталық кездесу, Елімай Астана арасындағы тартысты матч. Қай жеңгені чемпиондыққа таласады, ал қай жеңілгені чемпиондықтан үміт үзілуі мүмкін. Сондықтан бүгін үлкен футболдың мерекесі Семейде. Бүгінгі матчта әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Таласқа, тартысқа толы болатыны сөзсіз. Бізде артта байқап тұрсыздар, Елімай деген дауыстан құлақ тынады. Қосбақтар қол алмаста. Сонымен 23-ші тур ойындар, Спартак стадионы, Астана Елімай кездесуі. Кілжүйрікте кім мықты дейді ғой. Командалар бірін-бірі аңсып бағуда. Бұл жерде әртүрлі жағдай болуы мүмкін бүгінгі матчта. Біз енді есеп қалай болады. Топ басу қиын, әрине Астана азулы қарсылас. Шабуылға көштәне. Aslanдар абай! Чина, сенің кезегің келген негізі. Ай! Арзун! Марин Томас! Аурелия! Арзу қайттан Асыландар Абаев тәжірибелі ойыншы. 93 нөмірдегі Чондрич Астана футбол клубының қақпашысы. Нормально сен? Әнеме дегенше Астана футбол клубы гол салып кетті. Ашық қалды қорғаушылар. Шабуылы ортаға Камараға пас беруге болады. Дәл солай Камара соққы және. Сонымен құрметті жанкүйерлер, есеп ашылды. 0-1. Ойынның 31-ші минутында Астана гол салды. Біздің қорғаушылар қапыда қалды, көз жазып қалды шабуылшылардан. Енді не айтуға болады? Астана бір сатып басым болып тұр негізі. Қауіпті соққылар жасап, қауіпті мүмкіндіктерді пайдалануға тырысып. Көреміз енді қалай болады. Бірінші тайм осымен аяқталудан мүмкін.
Астана екінші голды салды әне. Әне міне дегенше Астана екінші голды салды осылай. Аслан, сен осындайың бар еді ғой. Құрметті жанкерлер, менің қасымда Бақытбек, Елімайдың осы жанкері, елдің ортасында жүрген осы Елімай отбасы деген үлкен бір ұйым құрдыңдар, иә? Осының мақсаты жалпы өзің бір-екі ауыз таныстырып айта кетсең, содан кейін бүгінгі ойынға шолып өтсең. Ассалаумағалейкум, баршаларыңызға. Міне бүгін көптен күткен үйдегі ойынға да жеттік. Енді Елімай отбасы туралы айтсақ, өзіміз біраз 50 адамдай қосылғанбыз. Отбасымызбен бірге келіп көреміз әрдайым осы Елімайға. Елімайға әрқашанда жеңіс тілеп жүреміз. Енді мақсаты жанкүйерлік. Я 3 ай болды. Трибунаны көтеріп, елдің ортасында. Елдің ортасында енді біз отырмыз, енді барлығына енді айтарымыз Елімайға соңына дейін жанкүйер болып. Кез келген адам кіріп жанкүйер. Әрине, біздің жанымызда кез келген адам жүре береді. Келіңіздер, біздің қатарда болыңыздар, бір толқында болыңыздар деп айтамыз әрқашанда. Енді Елімай үшін. Енді бүгінгі ойын жайлы енді жарайды, 2-0 бірінші тайм. Енді білеміз ғой, камбэк жасаймыз бұйырса. 3-2 болады. Сенеміз, командаға сенеміз. Бірақ енді қазіргі соңғы енді үйдегі соңғы матч болған кішкене көңілді босатты. Енді бірақ енді алда тағы 2 ойын бар. Енді сырт алаңда. Енді о жақта да жеңіс тілейміз. Енді бүгінгі ойында енді соңына дейін қалған 45 минутта енді жеңіс тілейміз, жеңеді деп ойлаймыз. Сізге рахмет. Ал біз жанкүйерлердің ортасындамыз. Жалпы ойын қалай жігіттер? Қалай мықты 0-2? Мықты камбэк болады. Екінші таймда қазір ойын өзгереді. Қазір перерывта переустановка жасайды. Карповичқа сенеміз біз. Бүгінгі ойын жоқ дегенде 2-2 болады. Бірақ Астана бір класс жоғары тұрғанына сезіліп тұр. Сезіліп тұр ма? Сезіліп тұр. Игроктар мықты екен. Намыс негізі. Мынау домашний аренада рух қазір басып тастайды деп ойлаймын екінші таймда. Болды. Сәттілік онда. Сәттілік, рахмет. Давай. 3-2. Отақ деп ойлайсың ба? Сенесің бе Елімайға? Бәрекелді. Міне жанкүйерлер өздері команданы сатпайды. Команда ұтылып жатса да ешқандай өкпе жоқ аға. Дұрыс қой, Нам не хватает, вот как я считаю. У нас сегодня защита особо, я не знаю, она не выделяется у нас сегодня. В прошлых матчах на домашних у нас защита отыграла вообще прекрасно. Сегодня вот я думаю, что дело сегодня в защите, потому что сегодня вот дух болельщиков, он очень мощный, так как это последний домашний матч. Вот. Там большой флаг был же, я им махал весь тайм. Молодец. А в целом, вот Елімай как в этом сезоне? В этом сезоне Елімай очень нравится. Я сам болею за Елімай с первой лиги. И вот я очень верный, можно сказать, фанат. В этом сезоне Елімай отыгрывает очень хорошо. Первый год в QFL лиге. И сразу же зашли в первую троицу лучших же. Так что я горжусь своим клубом, я горжусь своим городом. Сонда да мойындадың ба, Астана все-таки европейский клуб, да? Ну, оларда опыт көбірек, профессионализм көбірек. Олар уже сол мықты командалармен ойнап үйренген адамдар деп айтуға болады. Бірақ Елімай камбэк жасайды деп ойлаймын. Камбэк құттықтысыңдар, иә? Бірінші пенальти болды. Елімайдағы үздік ойыншың кім? Пайруз және Пайруз бен Сиридов. Сендер футболка сұрадыңдар ма ойыншылардан? Футболка сұрадыңдар ма? Жоқ, бермеді бізге. Сен білесің ба? Ау, Камбэктен үміт бар ма? камбэктен үміт бар. Хотя ничего аламыз деп өйткені газонда біз вообще ұтылмағанбыз өз семейде. Семейдің қасиеті бар әлі. Футболға келіп жүргендегі неше жыл болды, қыздар? Бір-ақ жыл ма биыл? Биыл соны Елімай ұнап жатыр ма? Өте күшті. Мысалы футболға не үшін келесіңдер? Поддержка. Поддержка, иә? Астанадан арнайы келдіңдер ма? Жоқ, семейдікім. Семейдікім. Астанаға жан келсен ма? Иә. Сен Мбаппе деген әлеуметтік желіде қабыл боласың, иә? Давай. Сәттілік. Менің жақсы көретін Елімайдың ойыншысы ол Пайруз бен Шина. 4-2 болады. Елімай 4-2. Ұта ма? 3-2. 4-2 болып ұтатын болса, саған сыйлық беремін мен өз атыма. Астана Гандон. 3-2 бола ма? Болды, егер де міне 3-2 біз ұтатын болсақ, осылға мен өз атынан бір сыйлық беремін, білмеймін, мүмкіндігімше бір сыйлық беремін, иә? Тауып аламын сені. Қай мектеп? 22. 22 мектеп? 37. Екеуіңе беремін, екеуіңе бір-біріне беремін.
жасайды деп. Елімай камбэк жасайды. Неше болады? 2-1. Сенесің ба, братан? Сенесің ба Елімайға? Камбэк болмаса 2-2 болады ғой. Болады, бірақ. Қиын. Астана бермейді, однозначно. Міне осы жанкүйерлер осы жылдың басынан бастап осы стадионнан орнынан табылуда. Сондықтан біз жанкүйерлерге деген алғысымыз шексіз. Екінші тайм басталды. Карзун! Бейірек тепсе қайтеді. Пайруз деп айғалап жатыр жанкүйерлер. Жанали Пайруз шығарса дейді. Осындайды қыздыратын ойыншы. Ойын өзі ырқымен жүре береді ғой. Ереке арнайы Өскеменнен келіп отыр. Семейдің жігіті негізі жалпы студент болды. Сондықтан Спартак кезінен, Семей футбол клубы кезінен жанкер. Сондықтан Елімайдың бір ойын бар саған жалпы айтқанда. Енді ұтылмай келе жаттық міне. Енді 0-2 міне өз алаңымызда. Астана бір класс жоғары, сен не айтасың басқа? Расымен Астана бір класс жоғары көрініп тұр. Лига конференцияның тобына жайдан шықпаған дәлел, және Астана командасы биылғы маусымда чемпионатқа басты үміткер клубтардың бірі. Себебі кеше Қостанайдың тобылы осы Астанаға керемет мүмкіндік сыйлады. Ордабасыда ұтып, 1-0 есебімен, және Астана 2 ойыны кем, сол 2 ойын ұтса, ұпайы толық болса Астана 100% бірінші орында тұрады екен. Ал Елімай командасы білесіздер, өз алаңында мүлдем жеңілмеген. Биылғы маусымда бұл Елімайдың осы маусымдағы ең соңғы ойыны, бірақ Елімайдан гол күтеміз, камбэк күтеміз. Ерлан Қабатай деген азамат Өскеменнің Өр-Алтайдан келіп отыр арнайы. Рахмет саған. Рахмет. Каналың дами берсін. Құрметті жанкүйерлер, не айтуға болады? Астана жайлы көп айтуға болады. Максе Бонок, Марочкин, Ян Вараговский, Марин Томас сынды сойқандарды жинап алған Астана. Амановичті көріп тұрмыз. Камара жүр. 9 нөмірдегі шабуылшы жүр әлгіндегі. Конференция лигасына сүйрегендердің бірі. Ендеше ауыр матч екені көрініп тұр. Елімай толассыз шабылдауда. Дегенмен нәтиже сол қалпында. Біз Шмидтті шығардық, Пайрузды шығардық, Роман Мұртазаевты шығардық. Дегенмен ол ойыншылар бірін-бірі түсініп ойнаса да нәтижеге қол жеткізер емес. Чондриш қорғаған қақпадан саңлау табар емес. Сондықтан да 62 минут, 78, 82, 92, сонымен жарты сағатта өте шығады. Біз Спартак стадионынан осындай бір әдемі экранды байқадық. Кәдімгі баннер далып осындай экран қойған екен, ол да бір жетістік деп білеміз. Футбол бізге керек. Қазақ футболының отанын салатын Елімай осылай алға жылжып келеді ақырындап. Бізде осы да жоқ еді кезінде. Құрмет жанкүйерлер, шыны керек. Біз осының барына тәуба дейміз кейде. Роман Мұртазаев! Рома! Сонымен біздің матч аяқталды. Есеп 2 емес 3-0 болды Ереке. Біз қайтеміз енді. Осыған да шүкір дейміз. Астана азулы қарсылас. Астана жай қарсылас емес. Қонақ команда жеңді. Камара. Слава Богу, выиграли все. Дай бог выиграем. Будем готовиться. Хорошая команда. Да? Молодцы, первый год и так хорошо играют. Честно, молодцы они. Чина, спасибо. Да. Жағдай осы. Командада көңіл күй жоқ.
Енді қайтеміз. Ассалаумағалейкум.